Адвокаттың дауысы жылтыр, дайындалған, жатталған сөз секілді шықты. Менің клиентімнің күйеуі қарапайым механик, жауапкершіліктен қашуға әдеттенген. Мұндай адам баланың қамқорлығына лайық емес. Оның әр сөзі сот залында қабырғаларға соғылып, жүрегіме балғамен ұрғандай жаңғырды. Әйелім маған қараған да жоқ. Қараудың да керегі жоқ еді, ол өз ойын алдын ала жеңіске жеткендей сезініп отырған. Сосын ол соңғы соққыны жұмсақ үнмен, бірақ у беріп айтқандай айтты. Тіпті менің анам қайтқанда да ол келмеді. Мен оған қарадым. Ол не үшін мен бара алмағанымды жақсы білетін. Бірақ дәл қазір оны дәлелдей алмайтынымды да анық білетін. Дәл осы сәтте сот күзетшісі алға бір қадам басты. Қолын сәл көтерді. Құрметті судья, мемлекеттік департаменттен адам келді. Іс тым шұғыл дейді. Бүкіл зал қатып қалды. Сұр костюм киген, түрін ештеңе білдірмейтін бір ер адам кірді. Қолында қызыл мөр басылған құжат салынған папка. Ол асықпай жүрді. Мен арқама сүйене отырдым. Жымиған жоқпын. Бірақ жүрегім баяулап дәл уақытында тынышталды. Онымен біз 12 жыл бұрын 8 көшедегі көлік слесарханасында таныстық. Мен оның әкесінің көлігінің тежегішін ауыстырып жатқамын. Ол ішке кіргенде білгендей емес, жол сұрағандай кейіп танытты. Одан жазғы гүлдің иісі келетін. Киімінен, жүзімен, қимылынан қымбат дүниелерге үйреніп қалған, сәнді өмірдің адамы екенін бірден білетінсің. Ол майға былғанған, қолы қажалған адамдардың жанында жүргендей әйел емес еді. Бірақ соған қарамастан менің әзілдеріме күлді. Келесі күні кофе әкеліп келді. Сол кезде мен түсінбедім, ол өзім біреу жоғары бағалағанын жақсы көретін. Ал мен оған дәл сондай көзқараспен қарадым, қол жетпейтін, сирек кезетін адамдай. Мен оған өмір құрдым. Үй сатып алдық, ол сұрағандай көк түске боядым, үміттің түсі деді. Әр тынымсыз түн, әр қосымша жұмыс, әр жөнделген темір, бәрі оған, бізге 2 жылдан кейін туған ұлымыз үшін еді. Біз ешқашан бөлінбейміз деп ойладым. Бірақ уақыт өте келе үйге оралғанда үнсіздік қарсы алатын болды. Бәрі байқалмай басталды. Хабарламалар кешігіп келетін. Телефонын экранды төмен қаратып қоятын. Болмашы нәрселерге ашуланатын, ыдыс, түбіртек, киімінен шыққан май иісі. Мен сол кезде сездім, біздің үйге бір суық кірген еді. Бірақ ол кезде мен әлі де үміттенетінмін. Содан кейін бір түнде ас үйді жинап жүріп, мен бір қосымша шарап бокалын көрдім. Ол әлі су болып тұр, жуылған. Біз бірнеше ай бойы бірге шарап ішпегелі қашан. Сол сәтте жүрегім бір сәт тоқтап қалғандай болды. Бір аптадан соң қонақ үй түбіртегін таптым. Оның аты жазылмаған, бірақ күнін таныдым. Карта нөмірі сол, менің әйелімнің картасы. Мен ол кезде ештеңе айтпадым. Айқайланған жанның айқайы әлсіздік. Ал сатқындық адамды сындырмайды. Керісінше өткірлендіреді. Мен бақылап бастадым. Қуа қудалау емес, жай ғана байқау. Ол жүретін жолдар, сөйлескен адамдары, телефонда жиі аталатын есімдер. Маркетингтен Эрик жай әріптес. Оны бір рет компания барбекюінде көрдім, қолын қысқанмын. Сол кезде оның көзқарасы есімде, мен оған тек аяқ астындағы кір секілді едім. Сол түннен бастап мен ішуді қойдым. Ұйқы да азайды. Ойым тазарды. Салқын. Әйелімнің анасының жерлеу күні қағаз бойынша мен Варшавада болдым. Бірақ шын мәнінде Делавердегі бір ескі қоймада болдым, бұрынғы бөлімімдегі жолдасқа көмектесіп. Себебі мен механик болмай тұрып басқаша адам едім. Мемлекет ешқашан жазбайтын, жаңалықта айтылмайтын операциялар. Жоғалып кеткен адамдар кездейсоқ апат деп жазылған істер. Ол менің өмірімді ешқашан білген емес. Мен солай болсын дедім. Бірақ сатқындық пайда болғанда сол ескі қабілеттер қайта оянды. Мен тек бір адамға хабарластым. Бір ғана өтініш. 2013 жылы Кабулда өмірін сақтап қалған досым Пател қазір мемлекеттік департаментте жұмыс істейді. Кибербарлау. Компьютер арқылы адамды жасаушы немесе жоғалтушы. Біз Роу 50 бойындағы кафеде кездестік. Ол сұрақ қойған жоқ. Мен оған бір фото сырғытып бердім, маркетингтен Эрик. Пател басын бір рет изеді.
2 апта өтпей, Эриктің қаржы құжаттары бәрін көрсетті. Афорсчеттар. Жалған кеңесші төлемдері. Әйелімнің қыз кезіндегі фамилиясымен тіркелген шағын фирма. Алаяқтық, салықтан жалтару. Екеуінде құртуға жететін дәлелдер. Бірақ менің мақсатым оларды жою емес еді. Мен хирургиялық дәлдік керек еттім. Оның аяғының астындағы жер сырғып кеткенін сезсін дедім. Қамқорлық туралы сот уақыты келгенде мен өз рөлімді ойнадым. Шаршаған күй танытып, жұмыс сұхбатына киетін сұр костюмімді кидім. Адвокаты мені тұрақсыз, сенімсіз адам деп сипаттағанда үндемедім. Әйелім тыныш тыңдап отырды. Көзінде сенімділік, бәрі аяқталды. Баламнан айырдым. Сонда сот залындағы қызметкер сөз бастады. Мемлекеттік департаменттен адам кірді. Қолында қызыл мөр басылған папка. Сотқа берді. Судья оқыды. Беті өзгерді. Адвокат сергетті. Құрметті сот, бір нәрсе дұрыс емес пе? Судья бірден жауап бермеді. Құжатты айналдырып қарап, ернін қатайтып. Миссис Карвер, сіз федералды тергеуде күдікті ретінде көрсетіліп отырсыз. Бұл іс оффшор компаниялары арқылы қаражат жымқыруға қатысты. Зал тып-тыныш болды. Сол сәтте әйелімнің жүзінен алғаш рет қорқынышты көрдім. Оның барлық жоспары, мені баламнан ажырату, өмірімнен өшіру бір сәтте құлады. Ол сол мезетте өңі құбылып, әп-сәтте аппақ болып кетті. Адвокаты бірден оған еңкейіп, абыржып сыбырлай бастады. Қолдары дірілдеп, қағаздарын ақтарып жатыр. Бұл мүмкін емес деді ол тұтығып. Дауысы үзіліп шықты. Мен орнымнан тапжылмадым. Тек бақыладым. Оның әлемі көз алдымда құлап жатты. Баяу, ауыр, әр секунд кек. Сұр костюмдегі адам алға шықты. Құрметті сот, бізге миссис Карвермен жеке сөйлесу қажет. Судья басын изеді, тамағын қырды. Сосын маған қарады. Сол сәт ұзақ көрінді. Мырза Карвер, қазіргі жағдайды ескере отырып, сіздің балаңыздың қамқорлығына күмән келтіруге негіз жоқ деп есептеймін. Мен әйеліме қарадым. Соңғы айларда алғаш рет көзіміз түйісті. Бұрынғы мен білетін әйел емес, енді ол шатасқан, қорыққан, түсінбей тұрған адам. Оның көзінде ашу жоқ. Тек үрей, қорғансыздық. Ол еріндерін әрең қозғап. Сен не істедің? Деді. Мен жауап бермедім. Тек үнсіз қарадым. Қаратқан сайын ол титықтай түсті. Сол үнсіздік менің жеңісім еді. Бір кезде мен үшін бәрін білдірген әйел енді мені түсінуге тырысып тұр. Шындық оған тым ауыр. Мен тек ішімнен ойладым. Мен ештеңе білдірген жоқпын. Мен тек ақиқатты көрсеттім. Және дәл сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім, кек тәтті емес. Кек суық. Өте суық. Бірақ әділ. Мен орындықтан жай ғана тұрдым, құжаттарды қолыма алып, сот залынан шықтым. Есікті жапқанда ғана артта оның дірілдеген демін естігендей болдым.